Осы ойынды қайта жаңғырту, бұл рухани жаңғыру мәселесіне тағы да орайлас келетін дүние ғой деп ойлаймыз. Өйткені ұлтымыздың барлық асыл қасиет қабілеттерін біздің болашақ ұрпағымыз өздерінің бойына сіңіру керек және соны өмірде кеңірек қолдану керек. Ол үшін тоғызқұмалақты бабаларымыздың бабасы ойнаса, біздің балаларымыздың баласы неге ойнамайды? Ал енді ол бұқаралық ақпарат құралдары арасында әсіресе журналистер біздің осы қалам ұстаған ақпарат майданының алғы шебінде жүрген азаматтар ойнаса, ақылына ақыл, нақылына нақыл қоспай ма дегенде ойларымыз бар. Сондықтан осы турнирді өткізуге биыл ниет етіп алғаш рет бастап отырмыз. Енді турнирдің сәтті өтуі осы біздің әріптестеріміздің белсене қатысуына тікелей байланысты. Жақсы жүлделер бар, жақсы бәйгелер бар. Әріптестеріміз олжалы болса деген тілектеріміз бар. Енді бұл ойынға біздің Тоғызқұмалақ федерациясының халықаралық үлкен федерация бар, соның төрағасы Әлихан Бәйменов мырза да қатысу керек еді. Мәскеуге шұғыл шаруаларменен кеше түнде ұшып кетті, арнайы сәлемін айтты, дұғай сәлемін жолдады. Тоғызқұмалақ федерациясының атқарып жатқан жұмыстары өте зор. Қазір Тоғызқұмалақты мына компьютер арқылы әлем халқының баласы азаматтар ойнайтындай жүйеге келтіріліп жатыр. Бұл қазақтың ұлттық ойынның үлкен бір мерейлі биікке көтерілгені, соны бәріміз қолдауымыз керек. Ал енді осы жарысқа мына Бекболат Тілеухан деген қазақтың үлкен ұлтжанды халқын сүйген азамат бар. Сол біздің ұлттық спорт түрлері қауымдастығы деп аталады. Үлкен сондай біздің саят өнері, жалпы қазақтың ұлттық өнерін қайта түлетуге белсене атсалысып жүрген Бекеңді бәрін жақсы білесіздер. Сол мекемеден арнайы елден Оспан келіп отыр. Осы Тоғызқұмалақтың жарысын біз жасалышта жүргенде баяғыда бастағанымызда сол шартымызға жарасып жүрген Айнұр ханым келіп қатысып тұр. Сонымен бірге Алматы қалалық осы Тоғызқұмалақ федерациясынан Еркебұлан мырза қатысты.